Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге вишнядан жасалған пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, бір жасағаннан шығады. Ал ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші таза ыдысқа 3 дана жұмыртқа, қант 80 грамм және шым-шым тұз, сары май 50 грамм. Содан соң жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Содан соң миксермен жақсылап май ерігенше араластырып аламыз. Електен өткізілген ұн 100 грамм ванилин қосамыз. Жақсылап миксермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ең соңында 300 грамм сүтті құйып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Осындай тәтті тығыз қамыр шығады. Ерекше қамыр, бүкіл әлемге танымал пирог шиеден жасалған. Сіздер де жасап көріңіздер. 400 грамм шиені жақсылап жуып тазалап, салфеткада суын сырғытып аламыз. Шиені кішкентай сүйегіменен салдым бүтіндей, себебі оның пішіні мен шырындылығын сақтау үшін. Осы пирог осы шырынымен дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді формамызға шиемізді орналастырып, содан соң тығыз қамырымызды құямыз. Қызып тұрған пеште 50 минут аралығында пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай керемет пирогымыз дайын болды. Французский клафути пирогы деп аталады. Шиеден жасалған, жасалу жолы оңай әрі қарапайым пирогтың бірі болып саналады. Бәліш немесе пісірмеге жатады. Текстуралары мен дәмі бірдей, барлық отбасыға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналға тіркеліп алыңыздар.